Баршаңызға ассалаумағалейкум, армысыздар. Сабақ онлайн компаниясының атынан бүгін біз Ғазиз деген жігітпен интервью жазып жатырмыз. ЕНТ-дан 138 балл жинап, СДУ университетіне грантқа түскен Қызылорданың тумасы. Және бұл подкасттың мақсаты осы ОБТ-ға дайындалып жатқан жігіттер мен қыздарға мектеп возрастында жүрген жігіттер мен қыздарға мотивация болсын деп сабақ онлайнмен бірге курстардың дайындалып, осы компанияның курстарын алып, ОБТ-дан жақсы балл жинап, грантқа түсу деген мақсатпен осындай бүгін подкаст жазып жатырмыз. Ғазиз, өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Менің есімім Ғазиз болады. Мен осы сабақ онлайн түлегімін. 2024 жылы ОБТ тапсырып, ОБТ-тан 138 балл жинаған оқушымын. Мен Қызылорда қаласының өзінен болам. Қызылорда қаласы нөмір 222 Тарасқұл атындағы орта мектепті бітіргем. Қазір СДУ университетінде екінші курс IT мамандығы компьютер сайенс специалистында оқып жатырмын. Жалпы осы 138 балл алу арқылы осы подкастқа келдім деп айтсам болады. Сол үшін де қазіргі таңда өзімнің мамандықтарым бойынша жұмыс жасап жатырмын. Жалпы осы мен жасым қазір 18-де, бұйырса 19 аталамын. Бұйырса. Бұл подкаст енді және интервью форматында емес, әңгіме форматында болғанын қалаймын. Себебі мен де сабақ онлайн компаниясының негізі мүшесі емеспін. Мен де бұл жерде қонақ болып, жәнегі ОБТ-дан жақсы балл жинаған адаммен бірге қызығып сұрақтар қоюға, тоже гость дейді ғой, қонақ ретінде шақырған адаммын. Өзім 2019-да ОБТ тапсырдым, 132 балл жинадым, геомат тапсырдым. Мен де СДУ-ға түскен болатын. Екеуміз, грубо говоря, сол бір университетті оқып, сол университеттің атмосферасын көрген адамбыз ғой. Бірақ менде ең бірінші сұрақ, біз ОБТ-ға дайындалған кезде сабақ онлайн дейтін сияқты курстар көп болған жоқ. Бір-екі курстар болды, бірақ мен ол курстарға барған жоқ. Біздің дайындалуымыз деген сол мектепте жүресің, апайлардан сұрап аласың, ағайлардан сұрап аласың, немесе мектептен бөлек әрбір сабақты жәнегі индивидуально курстарға баратынбыз. Географиядан бір апайға, жәнегі математикадан бір апайға деген сияқты да. Сабақ онлайн сияқты компаниядан оқу қалай? Жәнегі бір компанияның ішінде курстарды бір программамен өту деген қаншалықты ыңғайлы болды саған? Оғанға дейін сен, мен білуім бойынша, ол компаниядан емес, өзің былай жеке дайындалып көрдің. Сравнение дейді ғой, өзің жеке дайындалғанмен осы компаниядан оқу айырмашылығы қалай болды? Қаншалықты комфортно болды? Жалпы бұлайынша ешқандай курссыз, ешқандай мұғалімсіз дайындалумен мұғаліммен дайындалудың айырмашылығы бар. Ең бірінші, мен осы 9 сыныпта басталды осы ОБТ тарихым. Мен 9 сыныпта өзім мамандық таңдауды шештім. 9 сыныпта полный бір жылымды арнадым. Мен ол жерде әртүрлі ойда болдым, бірақ та IT мамандығын осы туысқанынан естідім, маған ұсынды. Мен оны зерттедім толығырақ, өйткені оны жайдан-жай ешкім ұсынбайды да. Поэтому соны таңдап, потом 9 сыныпта ол кезде физмат тұғын бізде. Потом информатқа ауысатынның алдында ғой. Сол кезде физмат болды. Сол кезде IT мамандығы ұнап, өзіме осы болашақта өзімді IT мамандығында деп елестеттім, потому что болашақтағы пландарыма өзі сәйкес келді IT мамандығы. Және 9 сыныпта мен ешқандай мұғалімсіз дайындықты бастап кеттім өз бетімше. Басында енді өзім кәдімгідей мектептің кітаптарын алып, осы енді программа 6 сынып пен 11 сыныптың арасы, 5 сынып пен 11 сыныптың арасы бүкіл кітапты оқышу керек қой. Соны оқып мен өзім бастадым. Бірақ оқып шыққан кезде, оқып бастап отқан кезде мен аналарды оқимын, бірақ мен примерно түсініп, поверхность дейді ғой, беткі бөлігін түсінемін, бірақ толығымен түсінбедім, өйткені мен оны оқимын, бірақ ертең ұмытып қалатынымды білдім да. Поэтому маған қиын болды, жазда тоже дайындалып оқып көрдім, түсінуге тырыстым. Бірақ та мен өзі ол кезде жасым небәрі 9 сынып болғаннан кейін жасым 15-16 жастарында ғой, примерно. Сол жастарда маған мен өзіме, может, миым ауыр болған шығар, мен өз бетімше оқуды тиімсіз деп санадым. Сол үшін де басқа подходтарды көруге тырыстым. Одан кейін мен 10 сыныптың басында осы сабақ онлайн курсын көрдім. Курсты полностью таныстым, жаңағы жүйесімен, қалай білім беру жүйесі қандай деген секілді. Соны таныстым. Солайша өте тиімді болды маған кез келген жағынан. Сол үшін де мен бұл курсты 22 қыркүйек күні қателеспесем сатып алдым. Басында ата-анамды көндіруге тырыстым. Енді ата-анам әзірше көнбеді, өйткені бұндай репетитормен оқу дейтін ол кезде хит болмады ше. Бізде
2020-2019-да EMH карантиннан кейін EMH ОБТ-лардың осы курстары жандан бастап жатқан кез, аудитория аз деген секілді. Сол үшін де олар сенбеді деп айтсам болады, басында ғой енді. Одан кейін мен көндірдім, маған айттым, түсіндірдім барлығын. Мен осындай жоғары оқу орнын бітіріп, жақсы маман иесі болып, болашақтағы жоспарларымды айттым, сондай адам болғым келеді деп айттым. Потом олар көнді. Одан кейін бұл курспен жұмысты бастап кеттім. Сабақ онлайн курсы, осы сабақ барам, сабақтан кейін мұғаліммен, өзім сыныптағы мұғаліммен кішкене жаңағы математика пәнін талдаймын. Одан кейін кешке келіп, осы сабақ онлайндағы тікелей эфирлермен видео сабақтар қарадым. Сөйтіп 10 сыныпта репетитормен дайындалу жағы осылай басталып кетті. Дәл солай мен прогрессімнің көтерілуінің бірден бір себебі осы сабақ онлайн курсы болды десем болады. Және де қазір хит болып отыр ғой көптеген компаниялар, және ОБТ-ға дайындалатын компаниялар өз оқушыларына бір концерттер жасайды, какой-то ивенттер жасайды, бір-бірімен жарысады, блогерлар тартып контент жасайды. Мысалы, басқа да ОБТ-ға дайындайтын компаниялар бар. Неге сабақ онлайн таңдаған болатынсыз сол кезде? Ондай компаниялар болды, менде өйткені таңдау болды. Көптеген компанияларды көрдім, салыстырдым. Әрине енді бір курсты бетіп қарап деп ала салмайсың ғой. Енді ол кезде особо жаңағыдай бетіп результаттардың өзі мысалы барлық курста жақсы болды. Поэтому менде осознанно таңдау керек болды. Әр курстың системасы, жүйесі басқаша. Мен сабақ онлайн курсын таңдадым, потому что менде жаңағы басқа да курстар болды, атын айтпай ақ қояйын. Сол курстардың жүйесі маған келмеді, өйткені мен өзім мектепке барам, мектептен кейін жаңағы өзім мұғаліммен дайындаламын ғой. Мұғаліммен дайындалып кешке полный прямой эфирға кіремін. Прямой эфирдегі мұғалімдер, осы курстағы, олар оқушымен нетворкинг жақсы жасайды. Мен көріп қалдым, байқап қалдым. Және де жаңа оқушылардың арасында да нетворкинг бар деген секілді. Сондай нәрсе қатты дамыды. Менде басқа курстарға қарағанда осы курстың системасы осы жағынан ұнады. Және де курстың өзінің ерекшелігі бірден бір жаңағы мұғалімдердің өте тәжірибелілігі, өте жаңағы білікті сапалы мұғалімдер жалдаған. Және де барлық мұғалімдер түсіндіру жағын енді тыңдап көрдім. Сабақтарында пробный сабақтар болды. Сол оқыған кезде өте түсінікті түсіндірдім. Системасы барлығы тест-центрдің жоспарына сай. Сол үшін де осы курсты таңдаудың бірден бір себебі осы болды. Уақыт жағынан ыңғайлы, баға жағынан да өте тиімді курстардың бірі болды. Және де сол кезде мынау ең алғашқы ең жоғары балл жинаған 3 балаға 300 000 теңге береміз деген тоже самый розыгрыш болды. Сол да кішкене қызықтырды деген секілді. Жалпы сабақ онлайн таңдау тарихым осылай. Жалпы басқа курстардан ерекшеленеді. Өте жаңағыдай тиімді, өте сапалы курстардың бірі деп өзім есептедім де, осы курсты алып дайындықты сразу бастап кеттім. Ең басты фактор ол оқыту жүйесі. Оқыту системасы. Оқыту системасы мықты болды. Маған келді, оқыту системасы. ОБТ-ға дайындалу барысында көптеген оқушыларда выгорание болады ғой. Қазір өте популярный термин ғой, выгорание, burnout, жәнегі дайындалу барысында еңселері түсіп, балл жинайын ба, жинамайын ба, өз қаламнан барып қалған Алматыға немесе Астанаға оқуға түсем ба деген көптеген ойлар мазалайды ғой. Сен ОБТ-ға дайындалу барысында қандай осындай мазалайтын ойлар болды? Жәнегі выгорание деген сияқты заттар сенде болды ма, болмады ма деген сұрақ. Және үшіншіден, сабақ онлайн осы саған выгораниемен күресуге, саған бір нақтылық беруге көмектесті ма деген сұрақ. Жақсы түсінікті. Жалпы выгорание әрине болады. Ол өйткені выгорание ол нормально. Өйткені ол оқушы, мысалы оқушы дайындалып жатыр ғой ОБТ-ға. Ол жаңадан білім алып жатыр, және де оны жаттау, оны түсіну, оны мысалы пробный деп айтады. Пробныйларда қайта-қайта келеді, соны шығарып білудің өзі, мынау мида информацияны ұстап тұрудың өзі оңай емес. Өйткені айтады ғой, мынау адам ұйықтайтын кезде информацияның 90%-ын жаңа өшіп тастайды. Сол үшін оқушыларға қиын да. Ол выгораниенің болу себебі мынау сол жаңағы дайындалғаннан бәрін келесі ұмытып қалады да. Потом оны сол үшін деп ешқандай прогресс болмайды деген секілді. Дәл сондай нәрсе оқушыларды жаңағыдай кішкене қинайды. Және де выгораниенің тағы бірден бір себебі мынау оқушылар
5 пәнді прям қатар дайындалады, және де оған оқып жатқан кезде оны оқиды просто, бірақ та оның миына сақтау техникасы жоқ болғаннан кейін оны оқып жатып, мен жаттап жатырмын деп ойлайды. Яғни ол информацияны түсініп жатырмын деп ойлайды, бірақ та оны келесі күні есіне шығып кететінін түсінбейді да. Сол үшін де выгоранияның бірден бір себебі өзімнің басына өткеннен кейін де осы деп ойлаймын. Және де үшінші себебі менің ойымша выгоранияның ең басты себептерінің бірі мынау жаңағы прогрестің болмауы, прогрестің төмендеуі немесе тағы басқа. Сен оқып жатсың, бірақ та тым прогресс жоқ, немесе жаңағыдай қалай айтсам болады, результат көрмейсің деген сияқты нәрсе ғой. Сол үшін де оқушылар кішкене ынжырға түсіп қалатыны бар. Мен енді ортамнан немесе басқа кісілерден байқаймын. Сол үшін де мен выгоранияның күресудің техникасын таптым деп айтсам болады. Жалпы өзім соны ертерек түсіндім. Енді ошибкамен үйренесің ғой любой нәрсені. Поэтому мен осы выгораниямен күрестің осы ең басты жаңағыдай қалай айтсам болады, техникасын жалпы былай болды. Мен де соны түсіндім, жаңағы информацияны ұмытып қала беретін. Поэтому менде осы менің осы сабақ онлайн курсында қазақстан тарихынан пәнінен беретін Бекзат Қайратұлы деген мұғалім бар. Сол мұғалім жақсы техника ұсынған, ассоциация деген нәрсе. Яғни мысалы бір нәрсені жаттау өте қиын. Мысалы оны енді ұбт-да келген кезде ана сұрақты ұмытып қалмас үшін ассоциациямен жаттау керек. Мысалы бір мысал келтіріп отырсам, мысалы 1979 жылы мынау жаңағы Целиноградта неміс автономиясы көтерілісі болды, мысалы соған қарсы. Және де ол Целиноградта болды. Енді мен бұны қалай жаттадым, енді күлкілі болса да айтайын, енді өзімнің ассоциация техникам бойынша. Енді бұл бірден бір мысал, өте көп мысалдар бар. Мысалы 1975 жылы мен әкем туылған, мысалы. Одан кейін 4 жылдан кейін оны Астанада неміс автономиясына қарсы көтеріліске шығып жатыр деп жаттап аламын. Осындай техника бар да менде. Вот бұл техника енді күлкілі болса да өзіме былай өте жаңағыдай келеді. Бұл техниканың пайдалы себебі ол ұбт-да мысалы мен 1979 деген цифраны көрсем ключевой нәрселер болады. Мысалы Целиноград, неміс автономиясы, сол кезде мен сразу папам есіме түседі, папам жылын есіме түсіре саламын деген сияқты. Жан-жақтан мен любой жаңағы выходпен тауып аламын да бүкіл жауапты. Сол үшін де менде осы бірден бір себеп, негізі себептер өте көп. Жаңа айта берсем де келді. Өзім мысалы жаттап атып миыңа тоқисың деген сияқты. Бұл енді тарих қой. Ал енді математикадан енді выгорание өте қатты болады. Мен оның басынан өткірдім. Мынау формуланы түсінбеу, енді формуланы ассоциациямен жаттау қиын ғой. Сол үшін де бұның бір техникасын мен өзім енді кішкене ізденемін, жаңағы ютубтан бір техникалар, өзім жақсы көремін, жаңағы психология, қалай айтсам болады, жаңағы техникалар деген секілді, сол басқа адамдардың өмірбаяны деген секілді. Сол бір техниканы көріп қалдым. Яғни мысалы енді математика ғой. Математикада көп есеп шығарсаң, ол практика арқылы любой нәрсе жатталады да. Яғни мысалы мидың өзінің жаңағы қалай айтады, жұмыс істеу процесі солай да. Жаңағы көп рет миға есіне ала берсең, ол информация жатталып қалады. Мысалы біз қосуды, көбейтуді әлі күнге де ұмытпадық қой, сол секілді. Күнделікті қолданатын боламыз. Дәл сол үшін мен прямой эфирларға кіремін. Жаңағы мұғалімдермен есептерді енді мұғалімдерде ертерек шығаруға тырысып отыратындығым, жарысып оқушылар білу керек негізі. Сол жаңағыдай оқушылармен бірге жаңағыдай жарыс тапсырып, содан кейін тағы да прямой эфирден есептер шығарамын, мұғалімдермен есептер шығарамын бір тақырыпта. Және де өзім бөлек мектепте мысалы сабақтарға қатыспай сабақ уақытында есептер шығарамын деген секілді. Солай техника, әр сабаққа әртүрлі техника жасаймын ғой. Енді информатикадан теорияларды сол ассоциация кішкене өзім енді білетін сұрақтар көп келгеннен кейін информатика то же самое солай жаттадым. Ассоциация және де кодтарды өзім енді жазу арқылы жаттадым. Және де математикалық сауаттылық енді ол логиканы талап етеді. Оны енді мен үшін өзіме оңай болды, өйткені мен кішкене жарыстарға, олимпиадаға барғаннан кейін мен қабылдап алуым тез болды. Жалпы осылай выгорание жағы. Және де жаңа айттыңыз, Астана Алматыға түсуге қорқады, жаңағы түсе алмай қаламын деген сияқты ойлар болуы мүмкін деп айттыңыз. Ондай ой менде де болған, ондай ой барлығында болады. Өйткені ол нормально. Өйткені мысалы кез келген бір нәрсеге жету ол оңай емес екенін біледі барлығы. Және де оған оңай адамдар жете беретін, оңай емес адамдар жететінін біледі барлығы. Сол үшін де олар сөйтіп ойлауы мүмкін, бірақ та сөйтіп ойлау арқылы сол ойдың келгеннің өзі сигнал деп ойлаймын.
кейбір оқушылар Алматы Астана түсем или түспей ақ қоямын деп ойлайды ғой, соған қарағанда жақсырақ. Өйткені кішкене стремление к лучшему дейді ғой, кішкене сондай пайда болады. Және де Алматы Астананы жоспарласа, ол Қазақстанның уже элитный университеттері ғой, получается. И сол университетке түсуге жоғары балл сұрайтындықтан олар өзі автоматически жаңағыдай дайындықтарын жақсартады деп ойлаймын. Сол үшін де выгорание ол нормально, бағана айтып өткенімдей, оларды жеңу техникасы бар. Және де оны қалай айтсам болады, егер де ол выгорание мүлде прогресс көрмесеңдер, ол тоже нормально, өйткені просто мүлде прогресс көрмесеңдер, может подход ауыстыру керек деп ойлаймын. Өйткені мен де дәл солай әртүрлі подходтармен жасадым, қайсысы келді сонымен қарай кете бердім. Енді ұбт-ға дайындалып жүрген адам өзі де подход табады, өйткені ол уже сол кітаптың ішінде жүр да, ол уже өзінің жолын табады. Главный ол бүйтіп бір жерде отыра беріп, мен қалай дайындалу қиын ғой деп емес. Главный бірінші бастап көріп, жәймендеп, сосын барып проблемалармен бет-бет келу керек деп ойлаймын. Менің ойымша. Мысалы, менде осындай қызық сұрақ туындайды. Подкаст алдында екеуміз сөйлестік қой. Қай қаладан келдіңіз деп. Мен айттым, ешқандай қаладан келген жоқ. Мен Алматыда туып, осы жақта өсіп, осы жақта универге түстім деп. Жалпы, мысалы, сен Қызылордадан келіп Алматыға түстің. Алматы деген енді Алматының қаскелеңі, иә. Сенде жаңағы ожидание қандай болды? Қала жайында, өзі осы жақта өміріңді қалай пландадың? Неге именно Астананы емес, Алматыны СДУ-ны таңдадың деген сияқты да. И одан бөлек сен әке-шешеңнен өз үйінен бөлек кетіп жатсың ғой. Қаншалықты қатты ол кісілерді сағынасың? Мен де мысалы Алматыда оқимын, жаңағы жатақханасында тұрдым, бірақ әке-шешемді сағынып жатсам, суббота воскресенье барып қайтамын, обратно келем деген сияқты да. Сенде өз отбасына, өз үйіне деген бір қимастық бар ма? Және де осы Алматыға келгеннен кейін ол өзінің беріп жатқан бүйтіп жертваларын дейді ғой, қаншалықты ақталып жатыр? Жалпы мен Алматыға келу себебім мақсаттарыма байланысты келдім. Арман қуып Алматыға келді деп айтады ғой. Жалпы Алматыға келудің бірден бір себебі менің осы, енді Алматы бірден бір мегаполис, зона комфортадан шығу, өзім ата-анам бәрі Қызылорда болғаннан кейін Алматыда енді оқып жатқан туысқандарым аз. Мен біріншімін деп айтсам да болады, негізі осы әулеттің арасынан. Және де енді өзім жалпы осы Алматы қаласында жалпы келудің бірден бір себебі осы, жаңа айтып өткенімдей мақсаттарым. Осы енді мен Қаскелең қаласында оқып жатырмын, бірақ та енді Алматыға жиі барып тұрамын. Алматы қаласы осы енді қалай айтсам болады. Мысалы, мен өзім Қаскелеңде тұратындықтан, мен үшін ата-анадан бөлек тұру нормально, және де ол солай болу керек, өйткені мынау Алматы қаласы айтады ғой, өзі прогрессивный қалада, өзі прогрессивный и агрессивный деп айтады ғой. Өте көп тұрғыны бар, өте жаңағыдай Қазақстанның бірден бір үлкен қалалардың бірі, сол үшін де сол қалаға кіріп, сіңісіп, сол үлкен қаланың жаңағыдай өміріне, арпалысына кіру менің бірден бір мақсатым болды. Және де болашақта үлкен пландарым осы Алматы қаласы бірден бір себепші, өйткені менің өзімнің де бір жаңағы тағы да бір себебі мынау Алатау Сити салынып жатыр ғой, соған байланысты өзім IT мамандығына болғаннан кейін сол Алатау Ситиға жақынырақ кішкене, енді әлі салынып болған жоқ қой, сол қалаға жақынырақ болсам деген ниетпен келдім. Және де екіншіден мынау енді Алматы қаласы мынау енді өзім Қызылордадан болғаннан кейін зона комфорта ғой, Қызылорда, яғни зона комфорта деп есептеймін өзім. Ата-анаң барлығын істейді, мысалы тамақ пісіреді, үйді жинайды, барлығын істейді. Інілерің бар, туысқандарың бар, достарың бар деген сияқты былай жүресің. Енді сол жағынан енді мен өзім специально сол қаладан шығып Алматыға келуінің себебі осы. Өйткені мен өзімнің пландарым бұған қарама-қайшы. Өйткені мен өзім үлкен план қойғаннан кейін ол жаңа ата-ананың қолында қалуы, немесе жаңа достарымен көп уақыт өткізу, немесе мынау енді үйдің қаланың бетіп тіршілігімен өмір өте береді ғой. Күнде қызықтар деген сияқты. Сол үшін де бұндай нәрсе мен үшін кішкене қарама-қайшы болды. Сол үшін мен басқа қалаға кеттім енді. Және мен осы ата-анадан бөлек тұру жағы, жалпы өзім Алматы қаласына келу себебім осы ата-анадан бөлек тұру осы басты план болды. Өйткені үйдің үлкендері мынау бөлек тұру ол өте жаңағы дұрыс нәрсе, өте міндетті нәрсе. Өйткені ата-анадан бөлек тұру ол уже жаңағы ер жетудің белгісі деп айтсам болады. Енді өзім әкем де қолдайды, анам да қолдайды деген секілді. Олар да түсіністікпен қарайды, енді бүйтіп кел деп шақыра алмайды. Олар мені түсінеді, мен оларға түсіндіргенмін, қандай мақсаттарым бар, не істеп жатырмын деген сияқты. Және де мынау
Енді осы қаскелең Алматының іші болмаса да мынау қаладан бөлек бір жақсы жері мынау қалада енді балдар болады, балдармен бүйтіп басқа ортаға қосылып кетсе, мысалы балдар болады ғой, бір кішкене сабақ жағына емес, кішкене қыдыру жағына кететін балдар болады. Сол ортаға қосылмаудың өзінің бірден бір себебі осы СЗО болып тұр. Яғни осы қаскелең қаласы, яғни қаладан тыс осы нағыз білім алуға, нағыз навык көтеруге, жаңағы полностью осы 4 жылды білім алуға арнауға ыңғайлы жер деп ойлаймын. Сол үшін де мен осы жазда жаңа айтып өткенде қайтпадым. Осы қыста тоже Қаскелеңде болдым, Алматы қаласында. Енді осы бұйырса, осы енді мүлде қайтпаймын деп жалпы өзім мақсат қойып отырмын. Өйткені үйге барғанда да енді ата-ананы енді сағыну жағын енді айтсам, ата-ананы сағыну дейтін ондай бар әрине, бірақ та жаңағыдай енді қыз баласы болса ол нормально, бірақ та енді ер баласына ата-ананы сағынып қайта-қайта бара беру мен үшін нормально емес деп өзім есептеймін де. Өйткені енді ата-ана енді жаңағы ата-ана енді көргің келеді ғой, бірақ та енді жаңағыдай қатты бауыр басып қалмау керек та, енді ол кісілер енді вечный емес деген сияқты нәрсе. Сол үшін де өзің бөлек өмір сүруге, өзің қамдануға үйрену керек деп есептеймін. Сол үшін де мен үйге қайтпауды өзім предпочитать етемін, және де ата-анам мұны қолдайды. Вот сол үшін де сепарация тоже самое мен үшін нормально, және де сепарация болып даже қаламын, үйге бармауға тырысамын максимально. Енді барам, бірақ 1-2 күнге болса болады негізі. Ата-ананы көріп келуге деген секілді. Бұл подкастқа негізі мені шақырған мен досым Асылжан Алтай деген жігіт. Ол қазір жасы 21-де болған өзінде де қазір Бостонда Халт деген университетте толық грантта оқиды. Әйелі бар, 6 айлық бөпесі бар. Сол досымның шақыртуымен де мен де қазір осы подкастта отырмын. Сіз де сол досымды таниды екенсіз. Жалпы Алим деген қазір күшті проект жасап жатыр IT саласында, приложение, искусственный интеллектпен басқа адамдарды оқыту деген сияқты. Және де Қазақстанда басқа мықты проекттер атып жатыр ғой. Хиксфилд, сосын Зимран деген проект бар. Ол Зимран деген проекттің қазір оценкасы $1,5 миллиард. Ол негізі Хиксфилдтан да баяғыдан уже единарық болып кеткен компания. Және де амбициялар қандай? Универ және мектеп бітірілді. Мектеп біткеннен кейін 138 балл алып университетке уже түсіп оқып жатырсыз. Универден кейін немесе универ барысында қашан жұмыс бастаймын деген, қанша ақша табамын деген, қандай компания, қандай проекттер жасаймын деген амбициялар бар. Жалпы жаңа Асылжан Алтай туралы айтып өттіңіз. Осы Асылжан Алтайдың каждый советтері менің өзімнің жаңағыдай арман мақсаттарыма келеді, және де оның каждый советтері менің өзіме жаңағыдай менің ойымды айтып тұрған сияқты болады да. Сол үшін де сол кісіге өзім жаңағыдай қызығамын, кішкене аға ретінде мынау өзім қараймын, всегда қолдаймын. Енді ол кісінің жаңағы стартаптары мынау өте керемет, өте жаңағыдай Duolingo асып өтті ғой. Сол үшін де бұл өте керемет стартап. Мен өзімде де мынау Алим қосымшасы бар, қолданып жүрмін. Енді осындай стартаптар жалпы мен осындай Асылжан Алтай деген кісілерге қызығу себептерінде мынау Хиксфилдтың мынау жаңағы CEO деп айтады ғой, генеральный директор, бүкіл солардың подходтары өзіме қызық. Сол үшін де менің амбиция жағын айтып өтсем, жалпы сол кісілерден үлгі ала отыра мен де болашақта сондай бұйырса өте масштабны, өте үлкен проект жасау ойымда бар. Мынау енді не үшін оқып жатырмын СЗОда? Мен мог бы, что мен сразу универ оқымай тастап, жаңағыдай, может, ақша тауып кетсем, может, жаңағыдай, или универден сразу жұмысқа тұрып деген секілді. Бірақ та енді өзім өзім кішкентай кезімдегі арман деп айтады ғой, өзім мақсат құрып қойдым уже. Сол мақсаттың жолымен келе жатырмын. Енді менің өзімнің ұстанымым, мысалы, университет оқып жатырмын ғой. Менде жаңағы білім навык қалыптасты. Университеттен бөлек өзім қосымша жаңағыдай білім алып жатырмын, жаңағы искусственный интеллект саласында, және тағы программирование, тағы басқа саласында. Солар дамыту арқылы, сол навыктар дамыту арқылы болашақта өте үлкен амбициялы бір проект жасасам деген ниетім бар. Өйткені мынау енді көбісі, мысалы, жаңағыдай университетке барса да, арман мақсаттар болмайды, просто универ бітіремін, диплом аламын, одан жұмыс істеймін, үйленемін деген сияқты пландар болады. Енді оған ешқандай претензия жоқ, бірақ та менің пландарым кішкене басқаша деп айтсам болады. Стандартный емес деп өзім есептеймін. Яғни мынау енді қазіргі таңда білім алыңдар, навыктарын дамытыңдар деп айтып жатады.
осы жастық шақта полный білімге арнасаңдар, болашақта сол навык пен білімдер үлкен ақшалар жасайды деп айтады. Сол үшін де мен қазіргі таңда сол жаңағы кісілер өте үлкен, Қазақстанның атын ашып жатқан өте үлкен проект жасап жатқан кісілердің ақыл кеңестерін тыңдап, және де өзге де мынау шетелдік мынау миллиардерлер, солардың өмірлерін, каждый ақылдарын тыңдап, мен де соған стремиться етіп жатырмын деп айтсам болады. Яғни менің амбициям сол. Өйткені өмір бір-ақ рет беріледі, сол үшін де сол өмір бір-ақ рет берілгеннен кейін сол өмір күрес қой. Яғни акулалар заманы деп айтып өткені, Wildberries жаңағы владелесі. Сол үшін де сол акулалардың біріне айналу керек деп ойлаймын өзім. Өйткені мынау қазіргі таңда жастарға өте үлкен мүмкіндік беріп жатыр. Өзіміздің Қазақстанның өзінде осы үлкен ағалардың советтері бар деген секілді. Сол үшін де қазіргі таңда жастардың осы жолды таңдауы мен үшін де дұрыс деп ойлаймын. Және де ол менің барлығынан бұрын өзімнің алдымдағы мақсатымды орындасам, сол өзіме жеткілікті. Мен жаңағыдай басқа біреуге бірдеңе дәлелдегім келмейді. Сол үшін де мен главный өзім мақсаттармен жүре беремін, тырысам адамдарға көмектесуге, әлемді өзгертуге деген секілді. Сол үшін де менде на красоту деп айтады ғой. Жаңағыдай каждый университет магистратура бітіріп, ондай мен үшін жалпы қатты маңызды емес. Мен үшін ең басты нәрсе осы өзімнің жаңағы мамандығым бойынша өте үлкен жаңағы потенциалды әлемді өзгертуге үлесін қосатын проекттер жасап, жаңа айтып өткендей Алатау Сити құрылып жатыр. Тағы да өте үлкен мүмкіндіктер бар, қазір оны көбісі көрмейді. Сол мүмкіндіктерді мен барынша пайдаланғым келеді. Әлемді жақсы жағына өзгерткім келеді. Осындай мақсаттарым бар деп айтсам болады болашаққа. Амбицияларыңыз өте керемет, Ғазиз. Таңғаларлық жақсы амбициялар бар екен. Менің сұрайын дегенім, менің универ кезінде тек қана стипендияға қарап қалғым келген жоқ. Сол үшін мен универдің бірінші курсын оқыдым, екінші курсын оқыдым, одан кейін менде уже ақша табу деген запрос пайда болып кетті да, и менің өзімнің фокусым сабақ оқығаннан емес, уже көбірек ақша табуға, жұмыс істеуге бұрмалап кетті. Менің білуім бойынша, сіз қазір жұмыс істемейсіз, тек қана оқуда, полностью сабақта фокус тұр. Басқа да жәнегі курстастарыңыз, достарыңыз қаланың жәнегі Алматының бір искушенияларына беріліп атқан кезде, көптеген бір ақша тауып мүмкін құртып атқан кезде, қалай осы полный фокусты сабақта ұстауға мүмкіндік болып жатыр? Отвлекающий факторларды бүйтіп шетке қойып, қалай толыққанды сабақта фокус қойып жатыр? Одан бөлек, осы сұрақ, одан кейін уже жұмысқа тұру, ақша тауып бастау, бір жақсы компанияда практика бастауды қай курстан бастап бастағыңыз келіп жатыр? Жақсы түсінікті. Жалпы мен өзім мынау басқа оқушылар секілді, мынау басқа студенттер секілді қыдыру деген сияқты нәрселерге жалпы өзім қызықпаймын. Жалпы андай қатты интерес қылмаймын, өйткені ол нәрсе жалпы енді көбісі айтады, жас кезде қыдырып қалу керек, барлығын көріп қалу керек, жас кезде максимально пайдалану керек деп. Бірақ ол сөз, ол нәрсеге арналмаған деп ойлаймын. Өйткені олар ойлайды, что 30 жастан кейін уже кәрілік, уже болды, қартаясың, уже қыдыра алмайсың, бітті деп, жас кезінде бәрін істе деп. Бірақ та енді егер де жалпы андай слишком богатый отбасы туылса, ол болатын еді да, өте бай отбасы туылса, олай болатын еді деп ойлаймын. Ал бірақ та енді средний немесе басқа орталарда, мысалы ондай студенттер бар ғой, сондай класстан шыға отыра, қыдырып бүкіл ақшаны оңды солы шаша беретін. Мен ол нәрсені дұрыс деп есептеймін, өйткені мынау жастық шақта мысалы қыдырасың, мысалы допустим қыдырдым, барлығын жасап көрдім, барлық қызықты нәрсе осы студенттік шақтар жасау керек, базовый нәрселердің барын жасап шықтым деп ойлайық, мынау жан-жаққа шетелге барып деген секілді. Бірақ та болашақта мынау ертең айтады ғой, жас келген сайын ертең жауапкершілік үстіне арта береді, ертең қиын болады деп айтады ғой, үйленесің, балдарың болады, одан самайын проблемалар көбейеді деген секілді. Енді сол жағы, енді ертең мен ол адамдарды айыптамаймын, бірақ та ол кісілер ертең скорее всего қиналып қалып жатса, мүмкін, өйткені ондай история болған бұған дейін кітаптарда, мысалы мен оқыдым ғой, кітаптарда болды, мынау историялар әртүрлі, мынау жастық шағын білім ғылымға арнамағанына, немесе мынау какой-то енді білім ғылым не обязательный фактор, мынау енді басқа навыктарға арнамағанына өкінеді да, сол үшін де мынандай том-том кітап жазып кетеді өздерінің опыттарын. Сол үшін де соны қайталамас үшін мен барынша енді өзім де қыдырмасам да өмірді қызықсыз деп есептемеймін, өйткені
білім алудың өзі қызық. Мен өзім ғылымға қызығам. Мынау астрономия, жалпы әлемдік ашылулар жаңадан. Сол үшін де мынау ғылыми нәрселерге өзім қызығам. Соны рахат аламын. Мынау қыдыру дейтіннен мен особо рахат ала алмаймын енді өзім. Енді білмеймін, біртүрлі адам деп санайсыздар ма, санамайсыздар ма, бірақ та мен үшін ол нормально. Мен қыдырып үлгеремін, мен 20 жастан 30 жастан жоғары, өйткені сол жаста уже организм шаршайды, бүкіл мынау жастық шақта құртқан бүкіл жылдарыңды ертең демалумен өткізген жақсы, чем қазірден бастап бүкіл қыдырып алып ертең пахать еткенше дейді ғой, ертең жаңағыдай қатты жұмыс жасағанша лучше қазірден бастап наоборот қинала тұрып жаңағыдай пока ешқандай қалай поздравление дейді ғой, жаңағыдай өз-өзіңді жаңағыдай марапаттау дейді ғой, жаңағыдай бірдеңе істейсің, мысалы өз-өзің жаңағыдай қыдырасың бірдеңе істеу арқылы деген сияқты. Мысалы жұмыстан кейін мысалы қыдырасың деген сияқты сол нәрселерді пока что керек емес деп ойлаймын. Жалпы болашақта да уақыт әлі бар. Бұйырса 100 жыл өмір сүреміз әлде де. Главный болашақта үлкен ақшалармен қыдырған жақсы деп ойлаймын, чем жаңағыдай нормальный өмір сүргеннен қарағанда лучше мынау. Енді может мен ертең бұйырса өте үлкен жаңағыдай ақшалармен өмір сүріп бастайтын болсам, жаңағыдай қыдыруға да уақыт болады, және де мынау өмірдің бірден бір қызық бөлігі мынау осы может ақша табудың өзінде, может ойын сияқты да ол. Ақшаны инвестиция жасайсың, қолданасың, жаратасың керек нәрсең, жаңа стратегиялар болады деген секілді. Сол үшін де сол ойынға мен өзім қызығам деп айтсам болады қысқаша. Және де жаңағы жұмыс бойынша сұраққа жауап бере өтсем, мен өзім негізі бізде СДУ университетінде практика дейтін сабақ бар. Оны келесі 3-ші курстан бастап қосып жатыр. Негізі осы жазға қойған тұғым, бірақ та оны ауыстырды, не себептен екенін білмеймін, бірақ та содан бастап енді компанияларға кіріп көремін, ішкі системасымен танысам, және де бірақ та жұмыс жасаймын, бірақ та мен всегда жұмыс жасап қалғым келмейді, өйткені мен болашақта мынау өзім үлкен проекттермен айналысқым келеді. Енді может айтишниктер жұмысшы болса да жақсы ақша табады ғой, енді оның барлығын білемін. Бірақ та мен ол зарплаталар үшін түскен жоқпын. Мен өзім проект жасап, өзім дамытудың өзі ойын сияқты қызық, баға айтып өткенде. Оны дамыту стратегиялық жолдар деген сияқты. Енді өмір бір-ақ рет береді ғой, не дегенмен. Мынау өмір бір-ақ рет берілгеннен кейін енді барлық нәрсені жасап көру керек. Және де ертең бұйырса ақша жағынан менде барлық закрытие болса, жаңағыдай финансовый трудности жабылса, мен ғылымды дамытқым келеді, өйткені ғылым өте маған қызық. Ғарыштағы ашылулар, жаңа университеттер немесе жаңа ғылыми орталықтар жасайды ғой, жаңа зерттеулер, соған барғым келеді. Негізі егер де өмірде ақша маңызды болмайтын болса, мен осы ғылымға кететін едім. Сол үшін де мынау енді ақша жағын жабу үшін менде енді өзімде де план осы жаңағыдай ақша жағынан ешқандай зависим болмау. Және де мынау енді проектті дамыту жүргізудің өзі өте қызық нәрсе деп ойлаймын өзімде. Сол үшін де мен үшін осындай пландар бар болашақта. Күшті. Осы подкасттың бір-екі тезистерін айтып кететін болсақ, Ғазиз мектеп оқыған кезде кішкентай кезден бері амбициясы бар жігіт болған. Өз бетімен ЕНТ-ға, УБТ-ға дайындалып көрген. Ойлана келе жаңағы сабақ онлайн деген сияқты компаниядан курстарын алып, эффективнее дейді ғой, тиімді шешім қабылдаған болып тұрсыз. Одан кейін сол тиімді шешімнің салдарында ОБТ-ға жақсы дайындалып, дұрыс жүйеге түсіп, дұрыс мұғалімдерге түсіп, 138 балл жиналды ЕНТ-дан. Және де СДУ-ға да түсу, ол да стратегический решение болды, себебі СДУ именно IT мамандығында топовый университеттердің бірі болып саналады. Және де қазірдің өзінде де, университетке түскен өзінде де басқа отвлекающий сыртта факторлар емес, сабақ оқуда, білім алуда, және үздіксіз дамуда фокус тұр. Енді бұл Ғазиздің кейсі көптеген мектеп оқушыларға, және Ғазиздің өзі ролевой модель болады деп айта аламын. Себебі 138 балл деген ол жай ғана результат емес, оның артында көптеген еңбек, көптеген ұйқысыз түндер, көптеген дайындық, көптеген тәуекел жатыр деп айта аламыз. Жалпы бүйтіп айтатын болсақ, ОБТ-ға дайындалу деген ол тек қана сабақ оқу емес қой. Ол одан бөлек басқа да полезный привычкалар, жақсы әдеттер болу керек деп ойлаймын. И мектеп кезінен бастап қазіргідей амбицияларды, көз жанып тұрған ортаны бүйтіп түскіңіз келеді ғой сондай ортаға. Мынандай қызық сұрақ, өзіңіз көптеген
мектеп оқушыларына ролевой модель болып тұрсаңыз, Ғазиздің өзінің қандай ролевой модельдері бар, қандай тұлғаларға қарайды, қандай тұлғалар сияқты болғысы келеді, және де ол тұлғаларда именно қандай олардың факторлары андай ғой, ары қарай жұмысты жалғастыруға вдохновение дейді ғой, сондай береді. Қандай тұлғалар бар? Өте қызық. Жалпы өзім осы Қазақстаннан бастап өтейін, осы Қазақстанда мынау өте үлкен, өте жаңағыдай өте үлкен проекттер бар, өте жастарға үлгі боларлықтай, кәсіпкер немесе бір генеральный директор өте үлкен тұлғалар бар. Мысалы Хиксфилдтың генеральный директоры Асылжан Алтай, мысалы осы сабақ онлайн курсында осы мотивация беріп жүретін кісі ғой. Және де мынау жаңағы Еркебұлан Болат, және де жаңағы тағы да басқа әртүрлі қазіргі таңда проекттер болып жатыр ғой, әртүрлі стартаптар өте көптеген. Енді Freedom компаниясының Тимур Турлов деген кісілер, бұлар енді барлық бүкіл кәсіпкерлердің арасынан несімен жаңағы өздеріне тартты. Олар именно жаңаша нәрсе алып келу арқылы жаңаша, яғни қазіргі таңда мысалы искусственный интеллект дамып жатыр, немесе новый подходтар енді уақыт бір орында тұрмайды ғой, жылдан жылға прогресс болып жатыр, соны уақытымен пайдаланып, және де өте жаңағыдай адамдарға пайдалы нәрсе жасау арқылы осындай капитал жинап отыр ғой. Сол үшін де мен сол кісілерден үлгі аламын. Өте жаңағыдай революционер дейді ғой, әлемге өзгеріс алып келе алатындай кісілер. Қазақстанның атынан болған үшін қуанамын, өйткені бұрындары бұндай жаңағыдай өте танымал атышулы кісілер болмады. Негізі өте мықты кәсіпкерлер, миллиондаған, миллиардтаған долларға айналдыратын кісілер болмады. Сол үшін де бұл кісілер нағы үлгі аларлықтай, нағыз живой нәрсе. Өйткені көбісі ойлайды, что бай болу үшін только жаңағыдай депутат болу керек, немесе шенеунік болу керек деген сияқты, жаңағыдай үкіметке қатысы болу керек деген сияқты. Бірақ ол емес екенін бұл кісілер дәлелдеп тастады Қазақстанның өзінің ішінде. Және де мынау шетелде, енді менің өзім басты қызығатын кісілерім осы Марк Цукерберг, Илон Маск және де Павел Дуров, осы үш кісі. Үшеуі де революционер, үшеуі де әлемге өзгерістер алып келіп жатқан кісілер. Мысалы Марк Цукерберг ол өзі жаңағыдай адамдарды байланыстыру арқылы новый социальный сеть алып келді. Бұл бұған дейін болмаған, сол үшін де бұл революция. Және де Илон Масктың қазір проекттерін барлығы біледі деп ойлаймын, Марсқа ұшырып жатыр деген секілді. Бұның бәрі ғылыммен связан ғой, не де болса да. Және де мынау Павел Дуровтың өзі мысалы жаңағыдай әлемдегі ең безопасны халықтың өзінің дауысын, өзінің халықтың жаңағыдай еркін ойын айта алатындай қосымша ойлап тапты. Және де бұндай проекттер көп, негізі айта берсең, умный город дейді ғой, сол секілді проекттер өте көп. Бұл проекттердің барлық генеральный директорлары мен үшін өте үлгі аларлықтай тұлға. Өйткені мен өзім сол салаға интересованмын, жаңағыдай өте қызығамын. Сол салада өзім де болғым келеді, сол кісілермен жаңа араласып, бірге жаңа ақыл аламын деген секілді. Енді өзім ол кісілерден жасым төмен, бірақ та сол кісілердің деңгейіне дейін жеткім келеді, бұйыртса. Сол үшін де осы кісілерден үлгі аламын деп айта аламын, жалпы. Өте керемет подкаст болды. Негізі ұбт-ға енді ғана дайындалып жатқан, уайымдап жүрген, грантқа түсем түспеймін деген адамдарға, және де ең соңғы сөздерді сол подкастты қарайтын оқушыларға арнасақ. Және мысалы 9-шы, 10-шы класс сыныпта оқитын Ғазиздің өзінде уайымдар болды. Және де қазіргі дайындалып жатқан балаларға кішігірім мотивация, бір-екі кеңес болса, ұбт-ға дайындалу жайында, не үшін олар еңселерін түсірмей, еңбектеніп, сабақ оқып, уайымдамай әрекеттерін жасай беріп, грантқа деген жақсы бір сеніммен ары қарай әрекеттерін жасау керек, соған кішігірім мотивация болса. Камераға қарап тұрып, андай оқушыларға бір кішігірім кеңестерін айтып кетсеңіз. Жалпы осы 2026 жылғы ұбт тапсырайын деп жатқан, 2027 жылғы ұбт тапсырайын деп жатқан кісілерге, осы оқушыларға жалпы ешқашан қорықпаңдар, алдарыңа мақсат қоя біліңдер. Өйткені ұбт ол өмірдің соңы емес, ол өмірдің ең бастапқы жаңағыдай сатысы, яғни ең алғашқы баспалдағының бірі. Өйткені сендер енді мамандық таңдадыңдар, мысалы өздерің арман қуып, ертең әр қалаға, әр университетке, жоғары оқу орнына түсейін деп мақсат қойып жатсыңдар. Бірақ та енді ұбт-ны өмірдің соңы деп есептемеңдер. Өте қиын нәрсе, өте невозможно нәрсе деп қарамаңдар. Ол наоборот өмірде ең оңай нәрсе болып қалады ертең болашақта, сөйтіп өзім ойлаймын. Өйткені ұбт ол сендерді жаңа ортаға алып баратын инструмент деп айтсам болады.
жоғары балл жинауға жалпы өздерің барлық адам негізі способны, тек мен ғана емес, мен талантливый емеспін, мен сразу ақылды болып туылған жоқпын, мен де үйреніп, жаңағыдай процесстер арқылы сабақ оқу, жаңа навыктарымды дамыта отыра, тынымсыз еңбектің арқасында мен осындай деңгейге жеттім. Және де өздерің білесіңдер, прогресс болған жерде, әрекет болған жерде берекет те болады. Сол үшін де ешқашан тоқтамаңдар, дайындықты максимально ертерек бастауға тырысыңдар. Әлі де бастамаған болсаңдар, бүгіннен бастаңдар, өйткені қазір жаңағыдай қоғам барлығы өзгеріп жатыр, өте жылдам қарқынмен. Университеттердің шекті балалар көтеріп жатыр, өздерің білесіңдер. Сол үшін де оларға түсу қиындай береді, балдар да көтеріле береді деген секілді. Сол үшін де мынау бұйырса қаңтар роботы болады, немесе 10 сыныптар бар араларында. Барлықтан дайындықтар тоқтатпаңдар. Өздеріңе жаңа мен айтқан техникалардың біреуін пайдаланып көрсеңдер болады. Және де ұбт-дан жоғары балл жинау үшін бір ақылды болудың керегі жоқ. Главный жаңағыда айтады ғой, труд выше таланта деп. Сол үшін де труд ең бастысы мынау таңнан кешке дейін оқи беріңдер. Енді қазіргі таңда одан басқа жұмыстарың жоқ деп ойлаймын, өйткені енді оқушы кезде сабақ оқудан басқа сендерде мүлде ешқандай нәрсе жоқ деп ойлаймын, өзімнің ойым. Сол үшін де барлық уақыттарың максимально сол нәрсеге арнаңдар дайындалуға. Потом университетте сендерге 100% гарантия беремін, өте керемет орта күтіп тұр. Алматы, Астана қалаларына түсетін болсаңдар, сол жаққа пландап отырсыңдар деп ойлаймын. Сол үшін де жоғары оқу орнына түсіп, өздеріңмен деңгейлес адамдармен бірге білім алып, немесе солардың деңгейлес болуға тырысыңдар. Және де осы 140 балға тырысыңдар, өйткені гранттың балын ала салам дейтін адамдардың көбісі грантқа түсе алмайды, өйткені оларға өздеріне төмен саты қояды, өздеріне төмен жаңағыдай цель қояды. Сендер максималканы, өздерінің максимальный результатты цель қоя беріңдер, сонда ғана результат болады. Менің өзім 140 балл аламын деп результат қойдым. Енді өзім 140 балл алдым деп ойлаймын, өйткені 2 сұрақты мен байқамай қателесіп жүрдім. Әйтпесе мен өзімнің ішінде 140 балл алдым деп есептеймін. Сол үшін де ең бастысы оқи беріңдер. Жалпы енді өздерінің университетке ешкім қинап түсіргізейін деп жатқан жоқ, өздерің 11 сыныпқа қалып, өздерің армандарыңды орындауға мақсат план қойып жатсыңдар. Сол үшін де өздерің армандаған болашақты қаласыңдар, қазірден бастап еңбек етулерің керек. Егер де қазірден бастап еңбек етпейтін болсаңдар, онда болашақта өздеріңе ғана ренжисіңдер, өздеріңе ғана өкінесіңдер. Сондықтан да выбор өздеріңде. Негізі өте пайдалы, керемет интервью болды. Екі ортада мен де былай әңгімені қыстырып жүргім келіп тұр, балаларға пайдалы болсын деп. ұбт-ға дайындалу барысында көптеген адамдарда және біз талқылап кеттік қой. Выгорание болуы мүмкін, әке шешемнің абыройын ақтаймын ба, олардың үміттерін ақтаймын ба деген әртүрлі және еңсені түсіретін ойлар келуі мүмкін. Негізі мен қазір жасым 24-те, ұбт бойынша кезінде 2019 жылы тапсырған болатынбыз. 132 балл жинадым, СДУ-ға толыққанды грантқа түстім, ол жерде стипендия да алдым, сол университетте оқыдым. Қазір жәнегі менен Ғазиз сұрады да, сіз қандай мамандықпен жұмыс істеп келатсыз деген сияқты. Мен өз кәсібім бар, бірақ өз мамандығыммен де жұмыс істеп келе жатырмын деп айта аламын. Себебі блог жүргіземін, блог арқылы өзімнің және білім сатам, инфобизнес саласында жұмыс істейміз деген сияқты да. Осы кәсіп жолында жүре келе, менің түсінген затым, өзің тек қана неге қатыстысын, сол затқа ғана жауапкершілік алу керек. Мысалы 140 балл алса да адам деген, 130 балл алса да, 120 балл алса да, ол нәтиже. Нәтиже бүйтіп контрольға ала алмайсың да ол затты. Мысалы там ақша табу болсын, оқырман жинау болсын, ол заттардың барлығына нәтижеге байлануға болмайды. Ғазиздің сөзімен өте қатты келсем, ұбт деген мүлдем өмірдің соңы емес. Адам деген даже дайындалып грантқа түспей қалса да ештеңе етпейді. Басқа да жолдар бар. Өзінің арманды орындаудың, цельдерға жетудің деген сияқты. Сол үшін бастағы бүкіл негативный ойларды алып тастап, нәтижеге деген бүйтіп байланысты алып тастап, күнделікті адам деген әрекет ететін болса, қалған мақсаттардың барлығына беспроигрышно жетеді деген ойдамын. Ең басында айтып кеткендей, бұл выпуск Сабақ онлайн компаниясының атынан шыққан выпуск. Ғазиз мырза жәнегі Сабақ онлайн компаниясының осы курстардың түлегі болып табылады. Қазіргі осы подкастты көріп отқан адамдарға өте күшті мүмкіндік бар. Осы Сабақ онлайнның ай сайын төлейтін курсының негізгі бағасы 47 мың теңге. Енді кіріп оқимын деген адамдар ай сайын 47 мың теңге төлеп ұбт-ға дайындалатын болады. Бірақ осы подкастты көрген адамдарға ең бірінші ай бар жоғы 10 мың теңге болады. 10 мың теңге деген ары қарай өз сумасымен төлейсіздер, бірақ ең бірінші айға осындай керемет жеңілдіктеріңіз бар. Менің айтуым бойынша, және осындай сапалы курстарға инвестиция жасап, сабақтарын оқып,
ұбт-ға мықты дайындалып грантқа түсуге амал әрекет жасаған дұрыс болады. Егер де дұрыс дайындалмаған жағдайда сіздер толыққанды, егер де ондай әрекеттер жасалмаған жағдайда толыққанды универдің бағасын төлегеннен көрі осы обучение оқып, сабақ онлайн курстарынан ұбт-ға дайындалып, грантқа түскен әлде қайда абзалырақ деп санаймын. Ғазиздің де осыған қосары бар болса, айтып кетсе. Иә, мен сізбен қосылам. Жалпы ертерек қазірден бастап сабақ онлайн курсын алып дайындықты бастап кетсеңдер, бұйырса мен сияқты нәтижеге қол жеткізулеріңе мен тілектеспін жалпы. Және де жеткізесіздер, егер де әрекетін дұрыс жасасаңыздар. Сол үшін де барлықтарыңыз осы курспен бірге дайындықты бастап, мен сияқты менен де жоғары нәтиже алуға тырысып, дайындықты үзбей, ұбт-ға сәтті кіріп шығып, жоғары балл алып, грант иегері болуыңызды тілеймін. Сабақ онлайн компаниясының подкастын қарағандарыңызға көп-көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп, Ғазизға да көптеген рахмет, өзінің уақытын бөліп, және Ғазиз бұған мен точно білем, ешқандай бір какой-то финансовый выгодалар жоқ. Өзінің кейсімен басқа адамдарды мотивировать ету, басқа адамдарға пайдалы болу деген ниетпен, таза ниетпен келіп тұрған жігіт. Сол үшін оның айтқан кеңестерін сіздер қолданып, ұбт-да көптеген балл жинауларыңызға себепші болады деп ойлаймын. Көптеген рахмет, сау болыңыздар.